Қобыз. Қобыз көнеден келе жатқан қазақ халқының музыкалық аспабы. Қобыз қайың, аша сияқты ағаштардың тұтас бөлігінен шауып жасалады. Бас, кеуде, аяқ деген 3 бөліктен тұрады. Төменгі бөлік терімен қапталып, оған тиек қойылады. 2 ішегі жылқы қылынан тартылады. Аспаптың мүмкіндігі зор. Әрқилы дауысты, оның ішегін ішінде табиғи дыбыстарды айнытпай шығарады. Қобыз сөзі қобыдан шыққан дыбыс деген мағына береді. Қазақ халқы үшін қобыз киелі аспап болып саналады. Қобыздан шыққан үн адам бойындағы әлсіздік, жағымсыз күштерді сыртқа шығарып, оған күш-қуат береді.